ала алмасқа көзі жетіп бара жатыр. Жылдан жылға. Бұл міне отан соғысы сияқты 5 жылға созылады. 3 күнде аламыз деген. 3 күнде аламыз деген ғой. 3 күнде аламыз деген, иә. Өте ана 60 минут программадағы әйел. О, мой, за 3 дня возьмем, это что для нас? Деп әзір көбейтіп айтпайтын болды. Аузына құмды қойды. Ата, Украин халқы мықты халық екен, Ой, олар көп көрді ғой. Қазақ сияқты тағдырлас. Басқыншылықты көп көрді. Оларға басқыншылықпен француз да келді, оларға жаңағы поляктар да келді. Алдымен поляктар басқыншылық жасап алды. Өнен кейін француздар келді, өнен кейін немістер келді. Енді орыстар барды. Айтам ғой, олар жердің астында мына вьетнамдықтар сияқты өмір сүре береді. Вьетнамдықтар болотаның астында, саздың астында өмір сүрген халық қой. Оны ала алмады ғой. Бомбылап, атқылап қойды, чаршады да. Өнен Совет өкіметі тұрып етіп, жағымпазданып барды да, астық тамақ беріп Вьетнамды нетіп алды, союзник жасап алды. Кешек Афганистанда да не соғысты екеуі бастады, американдықтар тастады, кетіп қалды Афганнан. Орыс барды біздікі деп талибандармен аужаласып нетіп отыр. Олар все равно орысты жек көреді. Орыс қанша жағымпазданса да. Қытайда сондай. Қанша Путин кімнің астына кірсе де, ана халық өзі біледі. Ол сөйлей берсін, жағымпаздана берсін дейді. Біз сияқты емес қой. Біздің халықты әбден әлсіретіп алды ғой. Жоқ қылып барып көтеріп жатыр. Соңгөне ойлайды, осы орыс көтеріп жатыр бізді. Өз қасиетімен көтеріліп жатқанын түсінбейді ғой. Ал енді мен өз қасиетімен көтерілу халық деймін. Айтатын себебім, жетім қалды. Ешкіме жоқ. Ол өзімен өзі көтерілді ғой. Значит, өзі көтерілген халық. Біздің қазақты қара. Ақтар бір қырып кетті. Қызылдар бір қырды. Қайтып ақтар қырды. Сөйтіп қазақты әбден қырып болған кезде өңкөй жетім жесірлер қалды. Шал кемпірлер қалды. Шал кемпірлер кеткен соң ана жетімдер өзін өзі көтеріп өсті. Bitti. Вот. Так что ол саясат, мен сақалым сыйпағандай. Саясат деген уф.